сосын баяғын айттың деп қатындардан таяқ жедім. Жекеме шығып түнімен жазды ғой, мөлдір аузын жауып отыршы, ененің жаны кіріп алыр. Тиіш отча отқан жерінде. О заман келмейді, енді келмеске кеткен. Басқа тема жоқ па сенде? Очко жинамай аузын жауып бүйтіп отыр деді. Ойбай, қазір қатындар мықты қаһарына мінген. Ештеңеден қорықпайды, тайсалмайды. Қасқыр шықса алдына пачақ-пачақ тісін шағып жіберейін деп отыр. Анан қарамайсың ба? Ол енді баяғын айтпай-ақ қойайыншы. Рухани жаңғырып кеттік қой біз, жаңғырғанда жаман жаңғырдық. Түгел жаңғырып кетеміз. Өткенде бір келіншекті көрдім. Өлі атырылып тұр. Ойбай, қорқасың. Айдалада тұрып, мені де бір жынды деп ойлайды ғой. Мен жындының өзі қорықтым анадан. Батыр қазіргі әйелдер. Не деп тұрғымын, не? Кел ал деп тұр ғой. Раз на раз. Таптайын. Олардың бәрін олимпиадаға жібер. Бой біз правила. Мен ананың аты неде? Төбелесетін дедім. UFC-ға жіберу керек. Қан шашады. Небір әйел бар ғой енді. Бәрің емес шамырамаңдаршы. Жақсыларың көпсіңдер ғой. Мен де бір қайбір оңған ғой дейсің. Солардың ар жақ бер жағымын әрбірден кейін. Ұрсайын десе мен де дайын тұрам. Құдай айтсең, шай тамақты ішіп алып болғаннан кейін диета ұстағым келіп, кеше диета ұстап жүрмін ғой, не болды деп уайымдаймын тегі. Жеп болғаннан кейін атаңа нәлет айтып, нағып жедім. Тек өліп кетпесем, нағып жедім деймін да. Сөйтіп уайым болады. Мейлі Құдай денсаулық берсін. Баяғы заман айтпақшы, баяғы замандашы аналарымызды біреуінде диета деген сөз естімеппін не. Бір әпкеміздің диета ұстап жүр, бір жеңгеміз диета ұстап жүр деген заман жоқ еді ғой. Оның бәрі физически мықты болғаннан кейін диета керек емес па? Ішкен жегенде семіртпеді ма? Қазіргі ішкен жеген бәрі былчиып шыға келеді ғой үсті басыңданшы. О заманда диета ұстадым, правильный питаниеға отырдым деген ләм адам жоқ. Қайта арық адамды беті бозарып, аққудай ауру деймін дейді ғой. Беті бозарған адам көрсе, өңі аққудай дейді. Ауырып жүр деймін деп диагноз қоятын еді ғой. Қазір мынау қылтиған қыздың бәрін беті аққудай ғой тек. Бүк! Анемия қатыннан. Анемия бала туылатын рас қой. Әйел деген аяқ қол балғадай болса шіркін дейміз. Бірақ бәріміздің азығымыз кеп армандап отырмыз. Индияңда деймін, толық қыздар мода екен ғой. Сұлулықтың символы толық қыздар дейді. Бізде де сұлулықтың символы аяқ қол балғадай қыздар десе шіркін. Рахат, бізде бір гүл жайнап қалатын едік қойға. Жоқ, толықтық көбейді-ау деймін. Баяғыда толық кезімізде толық адамға киім табылмайтын. Для вас нету размера дейтін кірсең. Жүрек құрғыр, жап-жас боп әшейін. Фигураң өзің келбетінде былай ғой. Уайымдап құлазып қайтасың. Қазір әдем көйлектің бәр толықтарға арнап шығарып жатыр. Түркияңда бәле. Асыбай-ақ қоямыз ба? Ана ауырсаң құрсын, дені қарны сау болсын деп бәрін ішесің ғой. Ауырмаған күн фигурная Қайрат Нұртастың қатын сияқты болғың келіп кетеді.